Абай Құнанбаевтың паркіне келіп тұрмыз. Қызым Лаура екеуміз бірге. Осы паркта Нұрлан деген жігітіміз өзінің финансымен, өзінің ақшасымен бәрін салып, өзі түсіріп, әкімшіліктен рұқсат сұрап алды да, әкімшілікте де рахмет, үлкен рахмет бізге рұқсат беріп, осы жерді берді қазақтарға. Вот осы кішкентай парк болса да жүрегіміз кең болып қуаныштымыз. Абай Құнанбаевтың паркіндеміз, Лаура екеуміз. Міне Абай Құнанбаев. Красиво, да, он прям сделал? Сам? Да. Это его дизайн получается, да? Да. Нурлана? Да. Круто. Очень красиво сделано, да. Очень красиво. К 175-летию. Да. Артында Түрк пен Қазақстанның екеуінің ынтымақтығы, шаңырақты Түркия менен Қазақстан шаңырақты көтеріп тұр. Хорошая идея, кстати. Да. Молодцы. Жақсы. Казахи Алани вообще молодцы. Да. Қазақтар менен вообще түріктер бұл жерде қазақ диаспоралары өте жақсы тұр, ынтымақты. Это хорошо. Ауа райы таза. Теңіз, бұяғында тау, мұн жағында теңіз. И наш казахский философ Абай Кунанбаев здесь, в Турции. Друзья, если будете в Алане, Махмутларе, обязательно приходите сюда.